шексіз қуандым. Отбасымызбен жолдасым, бала-шағам бәріміз көріп отырып, ынтыға қарап, қайтаға каналдардан қайта қарадық. Орысшасын, қазақшасын, мына араларымыз айтып тұрышында да адамның еңбек еткеннен кейін сол еңбегінің жемісін көру деген бір бақыт. Сіз бақыттысыз мінекей. Осы бақытыңыз баянды болсын. Мен өзім өмірде бір әдемілікті жақсы көремін. Аяғы Төрейімнаға қарап отырып, қазір тіл көзіміз тасқа, қазақтың бір әдемі анасын көріп отырмын. Әдемі ұстазды көріп отырмын. Ары қарай 60 жылға шегініп қарасам, сүйкімді бір қызды көріп отырмын. Сүйікті бала болғаныңыз ол бізге айдан анық, өйткені нәтиже соған әкеліп отыр. Сіз сүйікті отбасының сүйікті баласы болдыңыз, сүйкімді қыз болдыңыз. Әрине, шәкірт ұстаздардың ең жаңағы сүйікті шәкірті де болғаныңызға мен болды деп ойлаймын. Үлгілі студент болдыңыз. Мінекей отбасын құрып, ең басы адамның өзі басты бақсы отбасы ғой. Сіз отбасыңызбен ғана үлгермес едіңіз, мінекей бүкіл әлемге ұстаз ретінде де үлгердіңіз. Енді оны сіз дәлелдей түстіңіз. Бүкіл жұртшылығыңыз, ең аржағы гүл сатып жатқан қыздарға дейін білеміз, ол кісінің дұрыс болды. Сөйтіп айттық, маған бір гүл берші, анау кешегі еңбек ерін алған апайды айтып жатыр ма? Жоқ, осы қазір. Берші маған. Мына айтасың, білеміз мына жерде гүлдің бәрін сол кісіге сатып алып жатыр деп. Сосын айтады, дұрыс қой ұстаздардың алған деп. Анау журналистеріңіз айтып жатыр. Онда еңбек ері алатын кісі басшылық қой, Құдайға шүкір. Бірақ қайткен күнде де бірінші нөмірлі билет жұлдызды ұстаздың алған дұрыс болды деп. Мен оған қосатыным, ұстаздар қауымы бүкіл республикада, Құдайға шүкір, мыңдаған 8 мыңға жоқ па ұстаздар қауым болса, соның ішінде Аягүл Төле қызының алғанына мен өзім алғандай қуандым. Аягүл Төле сізге бір ұпай жинайын деп жағынып тұрған жоқпын. Өзім шын бағалайтын кісім, осы кісінің мен ұстаздың да ұстазы бар. Мен енді қазақтың анасы қандай болу керек десе, мен айтар едім, Аягүл апайдай болсын. Мынау қазақ мектептерінің басшылары қандай болу керек десе, жалпы мектептің директоры қандай болу керек десе, мен осы кісіні үлгі тұтар едім. Мінекей, бізді өмір бақи Владимир Ильич Ленин күн көсемде үйретті ғой. Біз ұстаздар үшін Аягүл Төле қыз, сіз бізге көсем, сіз біздің көш басшысымызсыз. Мен сондай қуанамын, осы қуанышыңыз ұзағынан болсын. Бұл жаңадан шыққан біріншіден елімізде Қазақстанның еңбек ері деген атақтың сондай награданың пайда болуының өзі біздің еліміздің мерейін бір көтеріп тастады деп ойлаймын. Ал енді оны кім ойлаған? Сол ұстазға тағылады екен. Мен өзімнің кеудеме Нұрсұлтан Әбішұлы тағып тұрған кезде бүкіл ұстазға бұл бір жағынан сенім, бір жағынан үлкен қойылатын үлкен талап екен. Еліміздің келешегінің негізгі тұтқасы сол ұстаздардың қолында тұрған екен. Мына жеткіншектер біздің келешегіміз ғой. Сол екенін өте керек түсіндім. Еңбек, ұстаздық еңбек. Бұл қай кезде де, қай заманда да ұстаз деген атқа сай ұстаздарды өзі халық бағалап келген ғой. Қазір кейде айтып жатамыз енді. Ұстаздың беделі төмендеп кетті, ұстазға мән берілмей кетті деп кей тұрғаннан әрине енді әлеуметтік жағдай ол өзінен өзі белгілі, өте бір қажет керекті дүние. Ал бірақ ұстаздық еңбек, нағыз ұстаз болу, ол ұстаздың өзіне байланысты. Жалпы мені тағы бір таңдандырған дүние, жеке қабылдауда болғанда Нұрсұлтан Әбішұлы осы менің 38 жыл еңбек жолындағы жетістіктерімді, білім саласына қосқан үлестерімді
сондай терең білгеніне, соны маған кәдімгідей әдемілеп жайып салғанына таңданып, қуанып қарап, бұл кісінің қатты мән беріп отырғанымен тағы бір айғағы көрінді. Оны енді сол наградтау кезінде де біршама тоқталып өтті. Бірінші енді Ертаев өте біздің генерал Ертаевымыз ол кісінің сіңірген еңбегі, ол кісінің жүріп өткен жолы ерекше. Өзі де президентіміз айтты ғой, біз жіберген қателікті қайтып орнына келтіруіміз керек дегенде. Сол бұрында да ұсынылып алынбай қалған екен. Сондай қуанып тұрдым. Сол үшін, халқы үшін, елі үшін қасықтай қаны қалғанша аянбай серт беріп тұрған азамат, сол серттің орындап жүрген азамат үшін қуанбасқа шара бар ма? Ол меніңше кез келген адамды қуантады деп ойлаймын. Сол кісіден кейін сол маған тоқталып өтті, білім саласына тоқталып өтті, содан бір сол менің еңбек жолыма тоқталды. Әрине, мен тілер едім бар ұстаздарға денге саулық беріп, дәрігерлер ант береді ғой. Біз ант бермесек те, ұстаз деген атқа сай болуды жазсын құрайым. Ана жаңа жыл келе жатыр. Еліміздің тағы бір кереметтігі, әрине біздің берген бағамыз ол бір бөлек, ал мынау біздің көршілес жатқан елдердің, шет елдердегі үлкен азаматтардың елімізге баға беруі, елімізді басқарып отырған президентке баға беруін күн бойы естіп жатырмыз, теледидардан біліп жүрміз. Бұл біздің еліміздің, Қазақстанымыздың жеткен шоқтық биігі. Одан да биіктерге шыға берейік. Елімізге тыныштық пен бірлік, ауыз бірлік берсін. Осындай қуаныштар көп болсын. Өздеріңізге де қазақтың біртуар қаймақтарысыздар. Қосып жатқан өздеріңіз жас жеткіншектер үшін де, халқымыз үшін де, тіліміз бен діліміз үшін де бағасы жоқ дүниелер. Солардың рахатын көрейік. Балаларымызға сол жұғысты болсын.